10.000 сағат. Бір істі нақты меңгеру үшін 10.000 сағат уақыт адамға кетеді екен. 10.000 сағаттық жаттығулар. Сен барсың, және сенің арманың бар. Тоқтаусыз, шаршаусыз, сенімсіздіксіз. Сен барсың, және сенің арманың бар. Спортта жетістікке жеткің келсе, тоқтама. 10.000 сағат жаттығу жаса. Әлемге әйгілі әнші болғыңыз келсе, 10.000 сағат дайындалыңыз. Егер күніне 3 сағаттан дайындалсаңыз, 10.000 сағат 10 жылда өтеді. 10 жылдық жаттығумен сіз өз ісіңіздің маманы боласыз. Бірақ біз үшін 10 жыл деген өте ұзақ уақыт. Біз нақтылықтың заманындамыз. Біз күте алмаймыз. Бізге қазір және осы қазір керек. Біз жылдам дамудамыз. Күнделікті өміріміз тоқтаусыз қозғалыстардан тұрып жатыр. Лифттің кнопкасында төменге түсем дегенше бірнеше рет басамыз. Бізге ұзақ уақыт келе жатқандай көрінеді. Егер видеомыз ашпай жатса, бірден басқаға ауысып кетеміз. Сол 10.000 сағатқа шыдау үшін саған не керек, не үшін керек? Сенің отбасыңның амандығы, әлде сенің әкеңнің сенімен мақтанғаны керек? Болмаса, өзге біреудің мақтауы, өзгелердің басылған лайктері маңызды ма? Егер біреудің сен туралы ойы осы 10.000 сағаттың арманыңды бұзатын болса, ол өте өкінішті жағдай. Осылай шаршауыңа, тоқтамауыңа, дамылсыз дамуыңа не кедергі? Онда былай істейсің. Сен бар ойыңмен осыған жауап бересің, болмаса өзіңе қызыл күріш жасатып аласың. Менде махаббат бар, жетістік, атақ, ақша, отбасым бар деу үшін саған 10.000 сағат жетеді.